Саламатсыздар ма, құрметті шәкірттер? Ондай болса біз алтын саққа 2025-2026 оқу жылына арналған мектепішілік кезеңінің 6 сыныптар бойынша талдауын, яғни координациясын бастаймыз. Мен Мәуіт Тұрысбек, осы алтын саққа олимпиадасының авторымын. Зерделі ақыл-ой дамыту орталықтар мен мектептер желісінің негізін қалаушымын. Ондай болатын болса, енді алтын саққа олимпиадасын жаздыңыздар, жазған оқушыларға сәттілік болсын дейміз. Енді мектепшілік кезеңінің тапсырмаларының неше бөлімнен тұратынын жақсы білесіздер. Неше бөлім еді? Бізде 3 бөлім. Біріншісі дұрыс жауапты таңдау сұраулары. Ол жақта 4 жауап болады, А, Б, С, Д деген. Соның біреуі ғана дұрыс. Егер сіздің осы жердегі есебіңіз дұрыс болса, онда біреуінен 4 пайдан аласыз, сонда барлығы неше 7 тапсырма болады да, 7-ні 4-ке көбейтсем 28 ұпай. Барлығын дұрыс жазсаңыз, ол жақта бірінші бөлімнен 28 ұпайды толық алып шығасыз. Екіншісі тағы да сондай тура дұрыс жауапты таңдау, бірақ ол жақта қандай еді? 5 жауаптың біреуі дұрыс. А, Б, С, Д, Е деген сияқты соның қандай? Тек біреуі дұрыс. Егер ол жақта жауабыңыз дұрыс болса, қандай болады? 5 ұпай беріледі. Сол 5 ұпайдың әр есепке аласы да барлығы 6 есеп болады. 5 пен 6-ны көбейтсем барлығы менде сонда 30 ұпай. Екеуін қоссам 58 ұпай болды ма? Енді ары қарай бізде не болады? Ары қарай бос орын толықтыру сұраулары әрбіреуі 6 ұпайдан 6 мен 7-ні көбейтсем қанша болады? 42 ұпай болатын. Сонымен мектепшілік кезеңде барлығын қосқанда бізде 100 ұпайды құрайды. Түсінікті ма? Сондықтан енді бағанада айттық, барлық қатысушыларға сәттілік болсын. Бұл енді алтын саққа олимпиадасының ең үлкен ерекшеліктерінің бірі. Осы алтын саққа олимпиадасы өткеннен кейін біз координацияны жасап отырмыз, яғни барлық есептерді түсіндіріп отырмыз. Бұл көп олимпиадаларда бұндай нәрсе болмайды. Бұл сіздер үшін өте үлкен мүмкіндік. Жаңағы есепті шығардыңдар, олимпиададан орын ала алмасаң да, қатемен жұмыс жасау арқылы қателіктеріңді түсінесіңдер. Дұрыс па? Сондықтан бұндай жарыстар, бұндай олимпиадалар біз үшін үлкен мүмкіндік. Олимпиададан жаңағыдай жарыстан жеңіліп қалсаң оқасы жоқ, бірақ ары қарай біз қайтуымыз керек, білімді жетілдіруге тырысуымыз керек, құрметті оқушылар. Жақсы ма? Бәрекелді. 6 сыныптарда енді не ішпей ырқмышыға тапсырып, өзінің мүмкіндіктерін сынаға отырған оқушылар көп, сондықтан оларға да сәттілік болсын дейміз. Енді бірінші тапсырмадан бастап қазір талдайық. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Біріншісі 2-ден 1 қосу 4-ден 1 қосу 8-ден 1 қосу 16-дан 1. Енді бұлардың ең кіші ортақ есебі 16 екен түсінікті. Ортақ белім 16-ға келтіреміз. Онда мен мына жерге неше көбейтем? 16-ға келу үшін 8-ді көбейтем. Мына жерге 4-ті көбейтем, дұрыс па? Ал мынаға нешіне берем? 2, 8, 16. Сонда барлық ортақ бөлім 16 болып қалады да. Мынау сонда менде 8 қосу 4 қосу 2 қосу 1. Дұрыс па? Қосқанда сонда 16-дан қанша шықты сіздерде? 12, 14, 15, 16-дан 15, онда А деп жауап жазғандар қандай болады екен? Дұрыс болады екен. Түсінікті ма? Демек, бұл жақта А жауабы дұрыс болады. Екінші тапсырма қандай еді? Еске түсіріп көріңіздер кәне. Екінші тапсырма мынандай болған. Төмендегі бөлшектердің ішінен бірге ең жақын бөлшекті белгілеңіз. Бірге ең жақын дейді. Енді 2-ден 1 ол 0,5, ол бірге жақын емес, себебі 9-дан 7 оған қарағанда жақын болады. Мына 9-дан 7-ден бастап қарайшы. 9-дан 7 деген ол бірге қанша жақын? 1 азайту 9-дан 2 деген сөз. Білесіңдер ғой, себебі 1 дегенім ол 9-дан 9, сонда 9-дан 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 2 алсаң 9-дан 7 болады. Тура сол сияқты 1,10-нан 2 дегенім ол 1 қосылған 10-нан 2 болады. Дұрыс қой, ал 1,7-ден 2, мынау енді жаңағына жалингада кішкене жазуға қиын болғандықтан осылай жазылған. Ал тапсырмаларыңызда сізде 1,7-ден 2 деп енді тура солай жазылып тұр. Ал 1,7-ден 2 деген сөз, 1,7-ден 2 деген сөз мынау сияқты 1 қосылған қанша бізде? 7-ден 2, міне білесіңдер. Дұрыс па? Енді қараңыздар. Сонда мен бірге қайсысы жақын дегенді табасасам болды. 9-дан 2 ма? 10-нан жоқ. Қайсысы кіші?
қайсысы кіші? Сол жақын болады. Себебі бірген ол бірден қанша алыс болып тұр деген нәрсені біледі. Үлкейген сайын ол алыс болып кетеді. Түсініңіздер ғой, иә? Сондықтан осылардың қайсысы кіші, сол бірге жақын болу керек. Түсініңіздер ғой, иә? Себебі бірге екі жақын ба, үш жақын ба? Екі жақын деген сияқты әңгіме. Түсінікті ғой, иә? Ай бәрекелді. Онда мынадан қарасаңыздар, енді алымдары бірдей жай бөлшектердің бөлімі қайсысы үлкен болса, сол керісінше кіші болады деген бойынша бізде ең кішісі 10-нан 2, онда мынау бірге ең жақын болу керек. Түсінікті болды ғой, иә? 1,10-нан 2 деген ол бірге ең жақын, онда бізде қай жауап дұрыс болады екен? С деп жауап бергендер дұрыс болады екен. Түсінікті болды ма? Ай, керемет. Онда үшінші тапсырманы қарап көрейік. Үш сақа. Сақаның астында сонда бір цифр жасырылған, иә? Саны 2 таңбалы жайсан болатындай. Үш бір нәрсе ғой енді сақаның жанында. Иә, сол жайсан болатындай сақаның астында неше түрлі цифр бола алады. Жайсан болу керек енді. Үш бір нәрсе жайсан болу керек. Онда жайсан болу үшін қандай сандар жайсандар? Жайсан дегенін білесіңдер. Қандай еді? Екіге және өзінен басқа, екі мен өзінен басқа бөлгіштері болмайтын сандар жайсандар. Мысалы, 2 деген жайсан, 3 деген жайсан, 5 деген жайсан, 4 жайсан болмайды, себебі 2-ге бөлініп кетеді. 5 1 мен 5-ге ғана бөлінеді. 7 1 мен 7-ге ғана бөлінеді. Солар жайсан, дұрыс па? 6 жайсан болмайды, 2-ге де 3-ге бөлініп кетеді. Сонда бізге осындай 30 неше? 31 де қарайық. 31 жайсан ба? Жайсан дұрыс. 31. Ары қарай 32 болмайды. Жұпсандар болмайтын түсінікті енді 2-ден басқа. Себебі ол 2-ге бөлініп кетеді. Дұрыс па? Енді 33-ті ойласам болмайды. Ол 3-ге де 11-ге де бөлініп кетеді. 35-те болмайды, 5-ге бөлінеді. Ары қарай менде 37 бар. 37 1-ге және 37-ге басқаға бөлінбейді. 39 болмайды, ол 3-ге бөлініп кетеді. Сондықтан осы екеуі, демек онда менде қай жауап дұрыс болады екен? 2 деген А жауап дұрыс болады екен. Түсінікті ма? А деп жазғандар дұрыс сонда. Келесі 4-ші тапсырма. Берілген сандар арқылы құрастырылған дұрыс теңсіздіктерді көрсетіңіз. Яғни қайсысы ең үлкен? 2,2 А, Б 2,100-ден 2, С 2,1000-нан 202, Д 2,1000-нан 22. Қайсысы болады ең үлкені, және ары қарай кішісінен үлкеніне қарай жаза береміз. Онда мен мынау түсінікті болу үшін бүйте салатын едім. Барлығын 3 таңбалы, мысалы, сен 2,10-нан 2 дегеннің соңына 0-ді жарғай берсең, негізі түрден кейін 0-ді жалғау ол ешқандай мән өзгермейді. Мысалы, 2-ні 200 деп жүрсең басқа сан болып кетеді. Дұрыс па? Ал 2,10-нан 2-ні 2,1000-нан 200 десең ол еш нәрсе өзгермейді. Сондықтан 0-ді жалғауға білетінсің, иә? Сондықтан осылай ойлайса болады. Ал мынау деген, мынау 0,2 болса, тағы 0 жалғасам 20 деген сияқты. Дұрыс па? Тура сол сияқты 2,1000-нан 202, ал мынау 2,1000-нан 22. Енді маған 2,0-дерінің бәрі тең, қайсысы ең кішік, ең үлкен екені беп белгілі болды. Дұрыс па? Онда менде мынау болады, Б болады. Дұрыс па? Б-дан кейін мынау Д. Дұрыс па? Д болады. Д-дан кейін қайсысы? 202 ма? 200. 200. Онда А болады. Дұрыс па? Ең соңында менде С болады деген жауап. Ол бізде Б, Д, А, С деген Б жауабы дұрыс болады екен. Онда бізде қандай? Міне Б жауабы дұрыс болады екен. Ал енді бұны білмеймін десең, бұлай өзің ойлай берсең болды. Егер мынаны білмеймін деп жазсаң, онда мынадан қайтесің? 2,10-нан 2 және 2,100-ден 2, енді 2,100-ден 2 кіші екені түсінікті. Сосын мына екеуін салыстырсаң, енді ол 1000-нан 22-ге қарағанда мынау ең кіші. Одан кейін барып жаңағы сияқты Д болады, Д-дан кейін А болады, А-дан кейін С болады дегенді мына ұқсап жазбаймын десең, бұлай да негізі тауып алу қиын емес, иә? Онда бізде қандай? Б жауабы дұрыс болады екен. Келесі тапсырманы қарайық. 5-ші тапсырма. Мирас тақтаға бір сан жазды. Бұл санның 2-ден 1 бөлігі ең кіші 2 таңбалы сан. Бұл санның қандай бөлігі? Ең кіші жайсан. Онда маған 2-ден 1 бөлігі ең кіші 2 таңбалы сан. Ең кіші 2 таңбалы сан қанша?
Білесіңдер ғой, ең кіші 2 таңбасан деген 10 ғой. 9 1 таңбасан, 12 таңбасан. 10, 11, 12 деген сияқты 99-ға дейін 2 таңбасан болады. Соның ең кішісі 10 болады. Онда оның 2-ден 1-і 10 болса, менде нешенің 2-ден 1-і 10? 20-ның 2-ден 1-і 10. Дұрыс па? Сондықтан менің бұл саным 20 екен. Енді маған ең кіші жайсан. Ол ең кіші жайсан қанша? Айтыңдар кәне. Қандай ең кіші жайсан? Дұрыс, ең кіші жайсан жаңа мен айтып кеттім, 2 болады, бір жайсан болмайды. 2, 3, 5, 7 деп басылады, сондықтан жайсанның ең кішісі 2. Онда 20-ның нешеден нешесі 2? Онда 20-ның 10-нан 1 бөлігі 2 болады. Дұрыс қой, 20-ны 10-ға бөлсең 2. Демек 10-нан 1 бөлігі. Онда мына жерде бізде 10-нан 1 деген ол Б жауапта тұр екен. Демек онда Б жауап деп таңдағандар дұрыс екен. Келесі 6-шы тапсырма. Сыныптағы қыздар саны ұлдар санының 10-нан 7 бөлігін құрайды. Ұлдар санының барлық оқушылар санына қатынасын табыңыз. 6-шы сыныпта біз как раз қатынастан бастадық, дұрыс па? Сондықтан қатынас ұғымы бұл. Енді былай ойлай салуға болады. Сыныпта барлығы 10 ұл бар деп ойласаң, онда 10-нан 7-сі қыздар болатын болса, 10-нан 7 бөлігі как раз 7 қыз болады. Дұрыс қой, 10 бөліктің 7 бөлігі қыз деген сөз ғой. Енді қара, маған қай қатынасты? Ұлдар санының барлық оқушыларға. Онда ұлдар саны менде 10 болады, барлық оқушылар 10-ға 7 қоссам 17. Онда қатынас менде 10-ның 10-нан 7-ге қатынасы болады екен. Онда қай жауап дұрыс? Онда бізде С жауабы дұрыс. Деп таңдасаңдар дұрыс болады екен. Түсінікті болды ма? Осылай мысал мен ойласаңдар негізі оп оңай болады. Не болмаса бөлікпен ойлабасаңда сол нәрсе шығады, С жауабы дұрыс. Келесі 7-ші тапсырма. Бұл бізде енді бағана көргесіңдер, бірінші бөлімде 7 тапсырма болған, 4 жауаптың біреуі дұрыс болатын. Осының әр біреуін дұрыс шығарсаң 4 пайданы алып отырасыңдар, Төмендегі сандардың қайсысы 44-ке бөлген кезде бүтін бөлігі мен қалдығы тең болады. Мысалы 44-ке бөлген кезде 5-тен тиіп 5 қалдық деген сияқты ғой. 44-ке бөлген кезде 5-тен тиіп 5 қалдық. Немесе 6-тан тисе 6 қалдық. Немесе мысалы 20-дан тисе 20 қалдық деген сияқты. Ал 43-тен тисе 43 қалдық болу керек. Бірақ 44 қалдық болып кетпейді, білесіздер, қалдық ана 44 бөліп жатқан саныңнан асып кетпеу керек. Енді осының оңай табу жолы қандай? Оңай табу жолы мынау негізі. Қараңыздаршы, бір сан x деген санды мен 44-ке бөлген кезде, онда бұл 44 к-ден болды десек, мысалы, x-ті 44-ке бөлген кезде тең к-дан тиіп қалдық к болды деген сөз, қалдық дегенмен к деген шатастырма, қалдық к деп ойлайды. Осылай деген сөз, бұл не деген сөз? Бұл деген x тең 44 пен к-ні көбейткен кезде, 44 пен к-ні көбейткен кезде, оған мына қалдық к-ні қосқан кезде, сол кезде менде x шығады деген сөз. Түсінікті ма? Енді мына үлестірімдік қасиет бойынша к-ні жақшаның алдына шығаратын болса, мұнда 44 қосылған 1 көбейтілген к. Яғни 45 к. Бұл деген сөз былай деген сөз ғой енді. 44 к-ге 1 к-ні қоссаң 45 к болады деген сөз. 44 к-ға 1 к-ні қоссаң 45 к деген сөз ғой. Бұл не деген сөз? Бұл онда сол x деген сан 45-ке бөлінеді деген сөз. Түсіндір ма? Қалдығымен жаңағы сан тең болады дегенде, егер 44-ке бөлгенде десе 45-ке бөлінеді, мысалы 30-ға бөлгенде қалдығымен өз тең болады десе 31-ге бөлінеді деген сияқты. Осылай ойласаңдар болды. Бір әдемі тәсіл екен міне. Басқа есептерді де кездесіп қалуы мүмкін, сондықтан онда біз 45-ке бөліну керек. Енді 45-ке бөлінудің белгілерін білеміз. 45 дегенім менде қандай? Ол 5 пен 9-ның көбейтіндісі. Біз 5-ші сыныпта 5 пен 9-ға бөлінудің белгісін білеміз. 5-ке бөліну үшін соңы 5 пен аяқталу керек. Онда мыналардың біреу болады. Мынау болмайды, 5-ке бөлінбейді. Енді 9-ға бөлінудің белгісі қандай? Айтып көріңдерші. 9-ға бөлінудің белгісі қандай? 9-ға бөлінудің белгісі цифрларының қосындысы 9-ға бөлінсе, онда сол сан 9-ға бөлінеді деген дұрыс қой. Онда мынау 1000 болмайды. Ал менде цифрларының қосындысы мынау 1-ге 7-ні қоссам 8, мына 5-ке 5-ті қоссам 10, 18 мынау болады. Ал 2025 ол да бөледі. Себебі 9-ға 9 болып тұр, ана 18 болып тұр, екеуі де. Онда мына екеуінің біреуі.
Енді қайсысы? Мынауда 45-ке бөлінеді, мынауда 45-ке бөлінеді. Онда мына нәрсені ескереміз. Бағана мен айттым, 44-ке бөлгенде деген оның қалдығы 44-тен кіші болу керек. Яғни менде к деген сан ол 44-тен кіші болу керек. Ал 2025 деген ол 45-тің квадраты, сондықтан 45-ке бөлген кезде 45 шығып тұр. Демек сен оны 44-ке бөлетін болсаң, қалдығы асып кетеді. Не болмаса, болмай қалады. Енді осыдан қарайтын болсақ, онда 1075 деген сан болады бізде. Түсінікті болды ма? 1075. 1755. 2025-ті 44-ке бөлгенде қанша болады екен? Соны көрейікші. 2025-ті 44-ке бөлген кезде ол жасағай айтып жеш қанша болады екен? 46-дан тиіп қандай болып қалады? Бір қалдық болып қалады. Бұл жерде неге бағанағы сияқты 45-ке бөлгенде болып қалды? Себебі мына жерде ойдағы 44 қосылып кетті деген сияқты ғой, мына жаңағы несіне, сондықтан бұл жерде 45-45 деген ол қандай жағдайда орындалмай қалады екен деген ол жасағай сонда қалдық асып кеткен жағдайда болмай қалады екен. Біз мектеп курсында балалар өтті ғой, қалдық, өтіп кеттік ол, қалдықты өтіп кеттік, жаңағы нені өтіп кеттік, барлығы бар, сондықтан мен ана 45 деп ойлап алғаным дұрыс, бірақ ол бір жағдайды ескермей қалмайын, мен қалдық асып кеткен жағдайды, не болмаса 44-ке бәрін бөліп көрсең көре бер, бірақ уақытың кетіп қалады. Сондықтан мынандай білімдер керек болады бізге, Ай бәрекелді. Онда ары қарай бізде енді ол жасағай сабақты жалғастырсын, жауабы сонымен бізде С деген дұрыс болады екен. 1755-ті бөліп көрсе, ол жерде 40, енді 41 нәрседен тиіп қалдығы тең болады деп ойлап тұрмын, енді ары қарай тексермей қояйық, Онда ол жасағай ары қарай сабақты өзің жалғастырасың. Ол жасағай енді бізде осы Алтын Сақ олимпиадасының тапсырмаларын менімен бірге құрастырып жүрген ағайлардың бірі. Біздің мықты математигіміз ол жасағайдың негізі біздің мұғалімдер өте көп таниды, себебі менімен бірге мұғалімдердің курсында жүргізіп жүрген ағайларымыздың бірі. Сондықтан енді екінші бөлімін талдап жібересің, ары қарай жалғастырып, бос орын бар, мен жаңа айтып түсіндіріп кеттім. Екінші бөлімде қандай еді? Төртеудің біреуі дұрыс, арада төртеудің дұрыс. Бесеудің біреуі дұрыс болғаннан 5 байқап саламыз, Төртеудің біреуі болса 4 байқап саламыз, ал бос орын болса 6 байқап саламыз. Бұның өте көп пайдасы дейді, себебі кезінде бізде 2-ақ бөлім болғанда ұпайлар тең болып қалатын оқушылар өте көп еді. 80-80. Ал мына жерде қазір ұпайлары бірдей болмайды, және мынаның қиындық дәрежесі санағын қарағанда сәл жоғары болады, себебі төртеуден біреу таңдағын қарағанда бесеуден біреу таңдау сәл қиындау болады. Ал бос орын ешқандай жаңағындай жоқ жерден ол жауабын жазу керек, сондықтан одан да сәл қиынырақ, сондықтан ұпайлары осындай 3 түрлі. Аудандықта да тура осындай болады, онда ары қарай ол жасағай менен көп сөйлеп кете берем, кешірмеймін, саған тезірек беріп балалар күтіп отыр, тапсырманы жалғастыр деп жібересіз. Жақсы. Қаламды бердім міне. Қайырлы күн құрметті оқушылар, онда біз ары қарай жалғастырайық, және Рысбек аға емессіздер бірінші бөлімді талдадыңыздар. Келесі аға айтып кеткенде екінші бөлім, бұл бөлімде сіздер 5 жауап нұсқасын біреуін таңдауларыңыз керек болады. Онда есептермен танысып көрейік. Бірінші, теңдеуді шешсек, сіздерге келесіде теңдеу берілген, осы теңдеудің біз шешімін табуымыз керек. Енді сіздер мектеп курсынан білесіздер, яғни мынау теңдеуді шешу үшін біз әрбір бөлшектің мәнін анықтап алсақ болады. Яғни ең алдымен біз мынау бірінші бөлшектің мәнін анықтап алайық. Яғни біз 0,1-ді бөлуіміз керек 0,102-ге. Енді берілген амалды есептейтін кезде біз ондық бөлшектен құтылу үшін бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтіп алайық. Немесе сіздер көбінесе 30-ды жылжытамыз деп айтушы едіңіздер. Онда мен берілген есепте түрді 10-ға қарай 4 бірлікке жылжытамын. 3 бірлікке жылжытамын. Сонда бөлшектің алымында 1 болады, бөлшектің бөлімінде 20 болады. Яғни мына екі бөлшек өзара тең болады. Келесі мына бөлшекті дәл солай өздеріңізге ыңғайлы қылдырып жазып алсаңыздар болады. Онда бұл бөлшекті жазатын болсақ, бізде 0 бүтін бөлшектің бөлімінде 100-ден 25, бөлшектің алымында 0,1.
бөлшектің алымында бөлімінде 100-ге көбейтемін, яғни үтірді 10-ға қарай 2 бірлікке жылжытамын. Сонда бөлшектің бөлімінде 25 болады, бөлшектің алымында 10 болады. Келесі бөлшек 5-тен 1 деген бөлшек берілген. Енді әзірше осы теңдеуді шығарып көрейік. Біз онда мына 25-тен 10 дегенді қысқартып жіберсеңіздер болады. Сонда сіздерде 5-тен 2 деген жауап шығады. Сонда келесі түрдегі теңдеу болады екен. 20-дан 1 көбейтілген x азайтылған 5-тен 2 тең болады 5-тен 1-ге. Енді қарапайым теңдеу мектеп курсындағы бастауышты өткенсіңдер. Азайғыш болса, азайғыш табу үшін керісінше екеуін қосуларыңыз керек. Сонда сіздерде 20-дан 1 x дегенмен x бөлінген 20 деп жазып алсам да болады. X бөлінген 20 тең болады 5-тен 3-ге. Енді екі бөлшектің бөлімдерін теңестіруіміз керек. Онда сіздер 5-тен 3-те өздеріңізге ыңғайлы қылдыру мақсатында, яғни алымында бөлімді 4-ке көбейтіп 20-дан 12 деп жазып алсаңыздар болады. Яғни 20-дан x тең болады 20-дан 12-ге. Осы жерден сіздер x-тің жауабын 12 деп тапсаңыздар болады екен. Сонда есептің жауабы бұл нұсқасы болады. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі тапсырма: ең үлкен ортақ бөлгіші 4-ке тең болатын сандар жұбын белгілеңіздер. Яғни төмендегі сандардың қайсының ең ортақ бөлгіші 4-ке бөлінеді. Яғни ол деген сөз берілген екі санда 4-ке бөліну керек. Және ол осы екі санға ортақ ең үлкен сан болу керек. Онда әр жауап нұсқасын тексеріп шығайық. А жауап нұсқасы дұрыс емес, өйткені берілген сандардың 85-тің 4-ке бөлінбейтінін көріп тұрсыздар. Дәл солай Б жауап нұсқасы дұрыс емес, өйткені 50 саны сіздерде 4-ке бөлінбейді. Сондықтан олардың ең үлкен ортақ бөлгіш 4 бола алмайды. Әрі қарай жалғастырайық. Енді бізде 24, 44-те 2, 120-да 160 деген сандар қалды. Онда мен ең басында еден бастап көрсем болады. 120 мен 160-тың ең үлкен ортақ бөлгіш 4 емес, өйткені берілген сандар 10-ға бөлінеді. Яғни 4-ке бөлініп тұр, бірақ 4-те бөлініп 10-ға да бөлінеді. Сонда бұл берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 40-қа тең екен. Ал бізде қайсының ең үлкен ортақ бөлгіші 4 депті. Сондықтан ол дұрыс емес. Дәл солай сіздер С нұсқасын тексеретін болсаңыздар, берілген екі санның әрқайсысы 4-ке бөлінеді, бірақ олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 8-ге тең. Сондықтан бұл жауап нұсқада дұрыс емес. Сондықтан жалғыз қалған жауап нұсқасы Д нұсқасы дұрыс болады екен. 44 деген 4 көбейту 11, 200 деген 4 көбейту 50. Онда жауап дұрыс болады. Келесі Д нұсқасы дұрыс екен. Үшінші тапсырма, есептің мәтінін зор екен, оқып шығайық. Балықшы қайықпен 5 сағат көлмен, одан кейін осы көлге құятын өзенмен 3 сағат бойы жүзіп өтті. Қайықтың меншік жылдамдығы 10, өзен ағысы жылдамдығы 3 болса, балықшы барлық уақытта қанша қашықтықты өтті дейді. Олай болса, яғни сіздер қашықтық табудың формуласын білесіздер, ол сіздерді жылдамдықты көбейтесіздер уақытқа. Бірақ енді бізде екі түрлі жағдай бар. Біріншісінде қайықшы көлмен қозғалған, екіншісінде өзен ағысының бойымен қозғалған. Көлге құяды деген сөз ол өзен ағысының бойымен бағытымен қозғалып бара жатыр деген сөзді білдіреді. Онда бірінші жағдайдағы S бірінші 5 сағат жылдамдығы 10 мен, яғни 5-ті көбейтесіздер 10-ға тең болады 50 километр жүзіп өтеді екен. Екінші жағдайда енді осы көлге құятын өзенмен жүзіп өткен екен. Онда олай болатын болса, бізде оның жылдамдығы 10 километрге қосасыздар 3 километрде өзен ағысының бағытымен болғандықтан, онда оның жылдамдығы 13 км сағатынан болады. Бірақ ол кезде ол бізде тек қана 3 сағат қозғалғандықтан оны көбейтесіздер 3-ке. Сонда ол кезде ол бізде барлығы 39 км жол жүреді екен. 50 қосу 39, сонда барлығы 89 км жол жүрді деп жауап берсеңіздер болады екен. Әрі қарай келесі Д жауап нұсқасы дұрыс болады екен. Келесі төртінші тапсырма. Бізде сіздерде натурал А, Л, Т, Н сандар үшін төмендегі теңдік дұрыс дейді. Енді ең үлкен санды белгілеңіздер дейді. Яғни бізде қандай да бір А, Л, Т, Н сандар үшін мына теңдік дұрыс болады екен. Қандай натурал сан екенін мысалға мен енді анықтау үшін мына бөлшек үшін қарастырып көрсем болады. Яғни А мен Лдың орнына қандай сан қойсам берілген теңдік дұрыс болады. Яғни онда бізде А 8-ге бөліну керек, Л 7-ге бөліну керек. Онда мен мысалы қарапайым тұрғыда А-ның орнына бір 8-ге бөлетін үлкенірек сан алайын. Натурал сан шығу үшін 16 сан алып көрсем болады. Сонда бізде сіздермен 8-ден 1 көбейтілген 16 тең болады 7-ден 2 көбейтілген қандай да бір сан.
мына сол жақта сіздерде 2 деген жауап шығады, онда оң жақта да 2 деген жауап шығу керек, онда L-дің мәні 7-ге тең болады екен. Былайша айтқан кезде берілген бөлшектер біздің сандарымызды кішірейтеді де барлық сандарды теңестіреді. Сонда қараңыздар, біз А санын 8 есе кішірейтеміз де 12-ге теңестіріп отырмыз. Ал біз L санын 7-ден 2, яғни 2-ден 7 есе 3,5 есе кішірейтіп жатырмыз. Сонда біздің анықтау керек нәрсеміз, мынау сандардың, бөлшектердің алда тұрған қайсының коэффициенті үлкен, сол сан кіші. Қайсының коэффициенті кіші, сол сан үлкен екенін сосын заңдылықпен анықтап байқасаңыздар болады. Онда бізге сіздермен 8-ден 1, 7-ден 2, 9-дан 2, 2-ден 11, 3-ден 4 бөлшектерінің ең кішісін тауып алсақ жеткілікті. Онда мына бөлшектер 2 мен 11 деген ол 1-ден үлкен, 3-ден 4 деген 1-ден үлкен, олар сондықтан ең кіші болмайды, өйткені одан да кішілері бар. Ары қарай 7-ден 2 мен 9-дан 2-ні салыстырсаңыздар болады. Берілген бөлшектерде бізде 7-ден 2, 9-дан 2-ден үлкенірек, сондықтан оны да алып тастаңыздар болады. Келесі 8-ден 1 мен 9-дан 2-ні салыстыруымыз керек, ал бұл екі бөлшектің ішінде бізде 8-ден 1 бөлшегі кішірек. Сонда ең кіші коэффициент 8-ден 1 санды. Яғни коэффициент кіші деген сөз, оның бөлімі үлкен деген сөзді білдіреді. Ал бөлімі үлкен деген сөз, біз ол санды көбірек бөлшектерге бөліп жатырмыз деген сөзді білдіреді. Сонда біздің санымыз үлкен. Ең үлкен сан сонда сіздерде А саны болады екен. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі 5-ші тапсырма. Қабырғасы 40 см болатын шаршы пісіндес қабырғаны 4 адам 4 сағатта әктей алады екен. Яғни мынандай сіздерде бір қабырға беріледі. Осыны, енді қабырғасы 40 см еді, онда бір қабырғасы 40 см, мына қабырғасы 40 см. 4 адам 4 сағатта әктей алады екен. Енді біз осы фигураның қабырғасы шаршының ұзындығын 50%-ға, енін 50% үлкейтіп отырмыз. Сол кезде енді 2 адам қанша сағатта әктей алады екен. Енді онда ең алдымен біз белгіленген фигураның қабырғаларын өзгертпей анықтап алайық. Егер дәл осы 40-та 40 болған жағдайда 2 адам қанша сағатта орындап бітуші еді. Енді кері пропорция екен біліп тұрсыздар. Адам саны 2 азайса, орындайтын уақыт саны 2 артады, олар біздермен 8 сағатта орындай алады екен. Яғни 2 адам 8 сағатта орындай алады. Ал бірақ бізде тіктөртпіздің өлшемі де өзгеріп жатыр. Яғни бізде құрылысшылар, яғни қабырға сайтын адамдар берілген фигураның ауданын әктеп жатыр. Сондықтан біз берілген фигураның ауданын неше пайызға артқанын анықтап алуымыз керек. Егер де біз фигураның ауданы қанша пайызға артқанын анықтасақ, онда олардың орындайтын уақыт мөлшері сонша сағатқа артады деп есептей берсек болады. Енді бастапқыдағы фигураның ауданы сіздерде 40 көбейтілген 40 болды. Бастапқы фигураның ауданы. Енді келесі фигураның ауданы сіздерде әрқайсысы 50%-ға артып тұр. Яғни біз 40-ты көбейтеміз. 50%-ға арттырсақ 1,5-ге көбейтеміз. Және бір қабырғасын, екінші қабырғасында дәл осы 40-ты көбейтеміз 1,5-ге. Мынау екінші фигураның ауданы. Енді бізге 2-ның ауданы 1-ден қанша пайызға артық екенін табу үшін берілген сандарды бір-біріне бөлсеңіздер болады. Сол кезде екеуінде де 40-тар ортақ. Сонда сіздермен S2-ның S1-ге қатынасы 1,5-тің квадраты, яғни 2,125 деп анықтап алсақ болады екен. Яғни берілген адамдардың істейтін жұмысының мөлшері осынша есе артады екен. Уақыты осынша, жұмысы осынша есе артады, сәйкесінше уақытында сонша есе артуы керек. Онда келесі амал біз 8-ді көбейтеміз 2,125-ге. Амалды дұрыс орындаған жағдайда 18 деген жауап шығады. Есептің дұрыс жауабы сонда 18 болады екен. Д жауап нұсқасы дұрыс демін сіздерге шығарып тұр. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі тапсырма. Есеп түсінікті болу үшін мына суретті ортаға әкеп алайын. Яғни сіздерде мынандай шаршы берілген. Енді осы біз шаршыны сандарға толықтыруымыз керек, және де әр баған бойындағы сандардың көбейтіндісі осы 24 сандарға тең болу керек. Мысалға, яғни мына бағандағы 3 санның көбейтіндісі 28-ге тең болу керек деген секілді. Немесе мына жақтағы 3 санның көбейтіндісі дәл солай
24-ке тең болу керек, анау 28-ге тең болу керек болған. Енді осы сандарды толықтырып көрейік. Онда ең бірінші байқайтын нәрсе, мына нәрседен бастап байқасаңыздар болады. Мысалға, ең соңғы бағандағы сан бізде 63. Яғни бұл бағанның бойында 63-ке бөлінетін қандай да бір сан орналасу керек. Енді 63-ке бізге бөлінетін сан ол 7 саны. Және 9 саны. 63 деген сан ол сандардың көбейтіндісі. Онда осы жолның бойында немесе біз оны 7 көбейту, 3 көбейту, 3 түрінде жасақ болады, немесе 7 көбейту, 9 көбейту, 1 түрінде жасақ болады. Бірақ 7-ні ары қарай ешқандай сақтай алмайсыздар. Сонда берілген сандардың біреуі 7-ге бөліну керек. Ал біз енді аққа тексерсеңіздер, 17-ге бөлінбейді, 135 саны 7-ге бөлінбейді, тек қана 28 7-ге бөлінеді. Дәл солай аға бойынша 63 7-ге бөлінеді. Сонда сіздер мына бір бөлікке 7 санын орналастырсаңыздар болады екен. Яғни басқа ешқашан 7-ге бөлінмейді, осы жаққа біз 7 санын орналастырдық. Ары қарай келесен 28 деген бағанды аяқтап тастасақ болады екен. Онда қалған екі санның көбейтіндісі 28 бөлу 4, 4-ке тең болу керек. Енді қараңыздар, 4-ті біз 25-тің бағанына орналастыра алмайсыз, өйткені 25 4-ке бөлінбейді. 2-ні де орналастыра алмайсыздар, өйткені ол 2-ке де бөлінбейді. Сондықтан бізде 28 шығу үшін 4 міндетті түрде 24-тің астында болу керек. 1 болатын болса, мынау бірінші сақамыздың астында 1 деген сан болуы керек екен. Енді ары қарай осы ретпен толықтыра берейік. Келесі, енді 25-тің бағанын есеп шығарып тастайық. 25 деген бағанда біз 25 деген санның 2 рет 5-тен көбейсе тең екенін білесіздер. Олай болса, бірақ ешқай сан 25-ке бөлінбейді. Сондықтан біз 25 санын екі түрлі вариантын жазуға болушы еді. 5 көбейтілген 5 көбейтілген 1, немесе 25 көбейтілген 1 көбейтілген 1 түрін жазсақ болады. Бірақ біз мынау екінші тәсілмен жаза алмайды екенбіз, өйткені 135 сандардың ешқайсысы 25-ке бөлінбейді. Сондықтан мына жақта сіздерде міндетті түрде мына жерде 5 деген сан болу керек, мына жерде сіздерде дәл солай 5 деген сан болу керек екен. Ары қарай жалғастырайық. Келесі. Енді мына 10 деген санның жолын қарастырайық. 10 деген санды біз дәл солай екі түрлі вариантпен жаза алады екенбіз. Біріншісі 1 көбейту 2 көбейтілген 5, келесісі 1, болды, басқа вариант жоқ. Өйткені 5 міндетті түрде болуы керек. Енді 1 мен 2-ні қалай орналастыруымыз керек? Енді 2 деген 63-тің бағанында орналаспаған түсінікті, өйткені 63-ке бөлінбейді. Сондықтан 2 саны 24 санның бағанында орналасқан, ал 1 саны келесі мынау бағанда орналасқан. Яғни екінші стақанның астындағы сандар 1-ге тең. Енді қалған бос орындағы сандарды анықтау оңай. 7 мен 1 бар, онда 63 шығу үшін мына жақтағы сан 9 болу керек. 4 пен 2 бар, келесі мына жақтағы баған сан 8, 8 4-ке бөлсек 3 саны болуы керек екен. Енді 3 5 9-ды көбейтіп көрсеңіздер де 135 саны шығатынына көз жеткізсеңіздер болады. Сонда сақаның астына жазылған сандар 1 1 3. Енді 1 1 3 сандарының қосындысы 5-ке тең. Сонда біздің есептің жауабы 5 болады екен. Яғни А жауабымыз дұрыс болады. Осымен оқушылар бізде екінші бөлім аяқталды. Бұл бөлім тест болған еді. Яғни сіздер дұрыс жауаптың 5 нұсқаның біреуін таңдайтын едіңіздер. Енді келесі бөлім бос орынды толтыру бөлімі. Ал бұл бөлімде енді сіздер ешқандай А, Б, С, Д, Е деген жауап нұсқалары берілмейді. Нақты бір есептің шешімін өздеріңіз жазуларыңыз керек болады. Бірақ шығару жолы қажет емес, тек қана жауабын жазсаңыздар жеткілікті. Келесі үшінші бөлім. Бірінші тапсырма. Төмендегі теңдік дұрыс болатындай бос орынды толтырыңыз дейді. Яғни 1,2 см куб қосылған 120 мм куб неше миллиметр кубқа тең екенін табуымыз керек. Онда біз сіздермен елеген есеп шығару үшін 1 см кубта қанша миллиметр куб бар екенін білуіміз шарт. 1 сантиметрда сіздерде 10 мм бар. Онда 1 см кубты табу үшін біз екі жағында кубтасаңыздар болады. Сонда 1 см кубта сіздерде 10-нан 3 рет 1000 мм куб бар екен. Онда біз 1,2 см кубты миллиметрге айналдыру үшін 1,10-нан 2-ні көбейтеміз 1000-ға. Сонда бізде сіздермен 1200 деген жауап шығады. Енді ары қарай мына теңдіктің орнында 1200 деген сан болады, қосылған 120 тең болады 1320. Яғни есептің дұрыс жауабы 1320
20 миллиметр куб. Өлшем бірлігі жазу шарт емес, өйткені есептің берілгенде міне миллиметр куб деген өлшем бірлігі жазылып тұр. Әрі қарай келесі тапсырма. 6-шы А сыныбында 30 мына жақта қателік кетіп қалыпты. Негізі 25 оқушы оқиды. 20 оқушы бос уақытында математикада есеп шығарғанды жақсы көреді, 12 оқушы шахмат ойнағанды жақсы көреді, неше пайызы бос уақытында шахмат ойнағанда есеп шығарғанды жақсы көреді дейді. Онда жалпы сыныпқа келіп балалар қолдарын көтереді, яғни мен шахматты жақсы көремін, мен математиканы жақсы көремін. Сонда жалпы балаларда біз 20 қосылған 12, 32 қол сынап шығады екенбіз. Яғни егер де әрқайсысы бір қолын көтеретін болса. Бірақ сыныпта бар жоғы 25 бала бар. Ол деген сөз 32 азайтылған 25, 7 бала 2 рет қолын көтерді деген сөз. Яғни ол деген сөз 7 бала 2 пәнді жақсы көреді. Онда осы 7 бала барлық оқушының, яғни 25 бала неше пайыз екенін анықтасақ жеткілікті. 7-ні бөлеміз 25-ке, көбейтеміз 100-ге. Немесе бір оқушы неше пайыз екенін анықтау үшін 4-ке 25-ке бөліп алсаңыздар да болады. Бір оқушының пайызы көресі 4% болады, онда 7 оқушы сіздерде 28% болады екен. Міне есептің дұрыс жауабы 28%. Келесі, 3-ші тапсырма. А құс фабрикасында 16 тонна жем 10 күнге жетеді. Б құс фабрикасында дәл осындай 16 тонна жем 15 күнге жетеді. Егер құс фабрикалар бірігіп, бірақ 24 тонна жем берілген болса, онда ол қанша күнге жетеді деген тапсырма екен. Енді есепті шығару үшін ең алдымен 16 тонна дегенге мән бермей қойып шығарып көрейік. Яғни қарапайым бірлескен жұмысты орындап көрейік. Яғни 16 тоннаны, яғни 24 тонна жемді емес, 16 тонна жемді қанша күнде жеп бітіретінін анықтап алайық. Енді оны табу үшін олардың бірінші өнімділіктерін тауып аламыз. А құс фабрикасы бір күнде барлық жемнің 10-нан бірін жейді. Б құс фабрикасы барлық жемнің 15-тен бірін жейді. Екеуі бірігіп, олай болса, екі санның қосындысы ортақ бөлімі 30, 30-дан 5 шығады, яғни немесе 6-тан 1 деген жауап шығады. Онда екі құс фабрикасы бірігіп, бір күнде барлық жемнің 6-тан 1 бөлігін жеп қояды екен. Онда бір күнде 6-тан 1-ін жесе, барлығын жеу үшін бізде онда 6 күн уақыт керек екен. Яғни енді екі құс фабрикасы бірігіп 16 тонна жемді 6 күнде жеп қояды. Енді біз терме анықтап көрейік, 24 тонна болса қанша жауап шығушы еді. Ол қарапайым пропорция. 6 күнде 16 тоннаны жейді, 24 тоннаны неше күнде жейді деген пропорциямен шығарсаңыздар жеткілікті. 6-ны 24 көбейтіп, оны 16-ға бөле саласыздар. Немесе 50%-ға артық деп 6-ны 1,5-ге көбейте салсаңыздар да болады. Енді әр оқушының шығару жолы әртүрлі. 24-ті көбейтеміз 6-ға, бөліп тастаймыз 16-ға. Пропорциямен қысқартасыздар. 8-ге бөліп тастауға болады. Онда мында 3, мында 2 есептесек, тағы 2 қысқартасыздар да жауабы 9 күн деген жауап шығады. Яғни есептің жауабына 9 деп жауап берсеңіздер болады екен. Яғни жауабы 9 шықты. Келесі 4-ші тапсырма. Поезд тұрақты жылдамдықпен келе жатты. Ол ұзындығы 20 метр болатын туннельге кіріп, 3-тен 2 минуттан кейін толығымен шықты. Поезд 3-тен 1 минут бойы туннельдің ішінде болды. Поездың ұзындығы неше метр деген сұрақ екен. Онда біз ең алдымен мынау бөлшек минуттарды кәдімгі секундқа айналдыра алсақ болады. 3-тен 2 минут деген 1 минут 60 секунд болғандықтан 3-тен 2-ні көбейтесіздер 60-ға тең болады. Так. 20-40 секунд, Онда 3-тен 1 бұның жартысы, сондықтан 3-тен 1 минут, ол істерде 20 секунд болады. Яғни, енді біз поезд 40 секундта не істеп үлгереді, 20 секундта не істеп үлгеретінін анықтап алайық. Мынау істерде толықтай туннель болсын. Мына поезд келе жатыр. Поезд туннельге кірген бетте уақыт басталды. Поезд туннельдің толығынан шыққан бетте уақыт аяқталды. Сонда көріп тұрғандарыңызда поезд 40 секундта мына жерде тұрды, мына поезддан шықты. Сонда ол өзінің ұзындығын жүріп өту керек, және қосымша поездың ұзындығын жүріп өту керек екен. Сонда 40 секундта поездерде өзінің ұзындығы плюс туннельдің ұзындығын жүріп өткен екен. Қосуды деп қойдым. Ал енді поезд көрінбейді дейді. Яғни біз онда уақытты
пойыз туннелдің ішіне толық кіргенде бірақ бастаймыз. Яғни мына жақта ол өзінің ұзындығын жүріп өту қажет емес. Так, уақыт басталды, бірақ осы кезде біз уақытта тоқтатамыз. Өйткені пойыз толықтай шығу уақытын толық есептемей қойсақ болады. Сонда біз пойыз бастапқыда өзінің ұзындығын жүрмеу керек, еще ол туннелден толық шықпау үшін ол туннелден өзінің ұзындығын азайтып тастайсыздар. Яғни өзінің ұзындығы плюс туннелдің ұзындығына 40 секунд жұмсайды, туннелдің ұзындығынан өзінің ұзындығында кем жолды жүру үшін 20 секунд уақыт жұмсайды. Деп анықтап алсаңыздар болады. Немесе қандай да бір екі санның қосындысы 40, екі санның айырмасы 20. Ол қандай сандар екен? Қарапайым логикамен тауып алсаңыздар болады. Ол іштерде 30 пен 10. Сонда туннелді жүріп өту үшін 30 секунд уақыт жұмсады. Ал өзінің ұзындығын жүріп өту үшін ол жерде 10 секунд уақыт жұмсаған екен. Енді сонда туннелдің ұзындығы 1200 метрге 30 секунд жұмсаған, өзінің ұзындығы қанша екенін анықтау үшін 3 есе азырақ уақыт жұмсаған. Онда 1203-ке бөліп тастап, кейін 400 метр деп анықтап алсаңыздар болады. Есептің жауабы 400 шығады. 400 метр, я? Өлшемелік қажет емес, келесі сұрақта неше метр деген сұрақпен беріліп тұр. Келесі тапсырма. Төмендегі сандар келесі заңдылықпен жазылған. Әр келесі сан екі есе артық. Яғни қай саннан? Оның алдындағы саннан екі есе артық. Осы тізбектің 2025 мүшесінің бірлігі нешеге тең? Яғни, міне, 2-ні 2-ге көбейтесіздер. 4, 12-ге көбейтесіз 8, 8-ге көбейтесіз 16, 16-ні 2-ге көбейтесіз 32 деп жалғаса береді. Сөйтіп, мынау бірінші сан, мынау екінші сан, мынау үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші деп жалғаса береді. 2025 санның бірлігін нешеге тең екенін табуымыз керек. Ол үшін сіздер бірлік дегеннің өзі қайдан шығатынын түсініп алыңыздар. Мысалға, 32-ні 2-ге көбейтсеңіздер, мен келесі санның нешемен аяқталатынын ондығына қарамай анықтап алсам болады екен. Тек қана бірлік пен бірлікті көбейтіп, ол 4 цифрмен аяқталады деп анықтасақ болады. Яғни бізге керегі бірлігі, оның алды қатты маңызды емес, сондықтан мен мына жақтағы сан 4-пен аяқталатынын анықтап алсам болады. Енді 64-тен кейінгі сан, оның да бірлігін анықтау үшін мына жақтағы цифрлар қажет емес, біз осыны қайтадан 2-ге көбейтіп, енді ол дұрыс емес деп жазамыз. 8-мен аяқталады деп анықтайсаңыздар болады. Тексеріп көрсеңіз дұрыс. 128 ол 8-мен аяқталады. Келесі санды анықтаған кезде қандай да бір цифрлар 8 көбейтілген 2, енді 8 көбейту 2, 16, ол міндетті түрде 6-мен аяқталады деп, келесі сан негізі есептесеңіз 226 шығады, немесе міне ол 6-мен аяқталады деп анықтап алсаңыздар болады. Сонда сіздер мынандай бір нәрсе байқасаңыздар болады. Біздің тізбектегі сандардың бірліктері 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 деген периодпен қайталана береді екен. Яғни әр 4 цифрға қайталанып тұра береді. Сондықтан олай болса, біз сіздермен 2025-ті 4-ке бөліп тастасақ жеткілікті. Онда сіздермен бізде 606 қалдық бір шығады. Яғни 606 бүтін деген, біз мына тізбекті 606 рет қайталадық, бір қалдық деген сөз келесінің бірінші цифрасы, сондықтан жауабы 2 болады екен. Келесі 6-шы тапсырма, цифрларының көбейтіндісі 120-ға тең, ең кіші сан нешеге тең дейді. Енді сіздер 120 санын автомат түрде, мысалға 5 көбейту 24 түрін жазып алсаңыздар болады. Яғни белгілеген санның цифрларының ішінде міндетті түрде 5 болуы керек. 5 түйткеністерді күтетін болсаңыздар, ол 2 таңбасына шығып кетеді, әрі қарай күшейте алмайсыздар. Енді берілген сан ең кіші деген соң цифрлар азырақ болу керек. Енді біз 2 таңбасын құрастыра аламыз ба деген логикадан бастап көрейік. Құрастыра алмаймыз, өйткені бір цифрасы 5 болады, екінші цифрасын 24 деп айта алмайсыз. Өйткені цифра деген ол тек қана бір таңбалы болады. Онда енді біз осы 24 деген санды 2 цифраның көбейтіндісі түрінде жазуымыз керек. Қандай 2 цифраның көбейтіндісі, 2 бір таңбалы санның көбейтісі 24-ге тең болады. Ол сіздерде 3 пен 8, ол сіздерде 4 пен 6. Енді қараңыздар, 3 пен 8 болған жағдайда, немесе 4 пен 6 болған жағдайда, қай жағдайда біз кіші сан қарастырамыз? Енді екінші сұрақ қарастырып көрейік. Сан кіші болады, егер де оның үлкен разрядында кіші цифра тұрған жағдайда. Онда біздің жағдайымызда ең кіші цифра 3, сондықтан біз 5, 3, 8 цифрларын пайдалануымыз керек. 5, 3, 8 цифрларын пайдаланып құрастыруға болатын ең кіші сан сіздерде
158 болады екен. Яғни жауабы 158. Келесі 7-ші тапсырма. Соңғы цифры 3 болатын, және 3-ке бөлінетін неше 3 таңбалы сан бар. Яғни қандай да бір 3 таңбалы сан бар екен. Бұл 3 таңбалы санның соңғы цифры 3 болады, және бұл сан 3-ке бөліну керек. Енді неше осындай сан бар екен анықтап көрейік. Жалпы санның 3-ке бөлінгіш ережесі бойынша берілген санның цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе, онда бұл сан 3-ке бөлінеді деген сөз екен. Сонда мысалы мен мына жағына А деп қояйын, мынау Б деп қояйын. Сонда біздің жағдайымызда А қосылған Б қосылған 3 дей салайын. 3-ке бөліну керек. Енді біз берілген санның бірлігін өшіріп тастасақ, яғни АБ 3 деген сан 3-ке бөлінсе, онда АБ саны да АБ 2 таңбалы санда 3-ке бөлінеді деген біз ережені айтыламыз. Неге? Өйткені біз 2 санның цифрларының қосындысы 3-ті қоссақ, одан кейін 3-тің еселігі шыға салады, болды. Бірақ АБ-ның қосындысы да 3-ке бөлінеді. Яғни А қосып Б қосып 3-ке бөлінсе, онда А мен плюс Б-ның қосындысы 3-ке бөлінеді, ал А мен Б-ның қосындысы 3-ке бөлінсе, онда АБ 2 таңбалы саны 3-ке бөлінеді екен. Онда бізге сіздермен, және ол нәрсе керісінше де жұмыс істейді. Сонда біздермен неше 2 таңбалы сан 3-ке бөлінетін саннан алсақ болады. Яғни ол сіздерде 12-ден басталады, 12, келесі 15, келесі 18, осы ретпен жалғаса береді, 96 және 99. Яғни осы 2 таңбалы сандар 3-ке бөлінеді, онда біз 12-ні мұнда қоясыздар, 123, 153, 183 деген сандардың барлығы 3-ке бөлінеді деп айтсаңыздар болады. Енді ары қарай 12-ке 3-ті қоссақ 15 шығады, оған 3-ті қоссақ 18 шығады. Неше рет 3-ті қосқанымызды анықтап алайық. Ол үшін біз 99-дан 12-ні азайтып 3-ке бөліп тастайсыздар. Яғни сонда 12 саннан 96 сан шығу үшін біз 29 рет 3-ті қосады екенбіз. Енді неше сан бар екенін анықтау үшін ағаш секілді плюс 3-тердің саны 29 рет, ал неше сан бар екенін табу үшін оған бірді әкеп қосып саласыздар. 29-дан бірді қоссаңыздар 30 сан бар екен. Яғни 32 таңбалы сан 3-ке бөлінеді, онда мына 2 орынға 32 таңбалы санды қоя аласыздар. Сонда бізде барлығы 33 таңбалы сан болады екен. Яғни тек қана енді осы сандардың соңына 3-ті тіркей саласыздар. Сонда пайда болған санның барлығы 3-ке бөлінеді. Яғни бізде барлығы 33 таңбалы сан бар деген жауап дұрыс болады екен. Сонымен құрметті оқушылар және ұстаздар, біздің 6 сақ олимпиадасы осымен аяқталды. Өздеріңіз ұпайларыңызды санап алдыңыздар деп ойлаймын. Олимпиада барлықтарыңыз сәтті білім болғай. Қош сау болыңыздар. Келесі олимпиадада кездескенше.